Саламатсыздар ма балалар? Мен Тургангазина Эльмира Амангазиевна сіздермен математика сабағын бірге өтпекшіміз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы құрама есептер шығару. Сен бұл сабақта құрама есептерді шығара алатын боласың. Алдымен балалар психологиялық дайындық жасап алайық. Біз балдырған баламыз, құстай қанат қағамыз, дүниені аралап, қашықтан білім аламыз. Балалар, кәне сабағымызды бастамас бұрын өткенге көз жүгіртіп қайталап алайық. Өрнектердің мәнін тап, дұрыстығын тексерейік. Өрнектерді жауаптарының өсу реті бойынша орналастырып, қандай мақал жазылғанын анықтап көрейік. Я, балалар, сіздерде де осындай жүйемен орналасты деп ойлаймын. Демек, 149 мен 4 сандарының көбейтіндісінің мәні 596-ға тең. 276 мен 3 сандарының бөліндісі 92-ге тең. 405 мен 2 сандарының көбейтіндісі 810-ға тең. 326 мен 3 сандарының көбейтіндісі 978-ге тең. 145 пен 5 сандарының көбейтіндісінің мәні 725-ке тең. Ал 980 мен 2 сандарының бөліндісі 490-ға тең. Сонда шыққан мақал: ана алақанының аясы, ақ шынардың саясы. Жарайсыңдар балалар, сіздерде де осындай мақал шықты деп ойлаймын. Балалар, енді алдымызда берілген мәліметке байланысты есеп құрастырайық. Мұқият болайық. Бізге берілген мәлімет: раушан гүлі 106 теңге, ал сыйлық 221 теңге. Бірақ біз құрастыратын есеп берілген өрнектің мәні табылатындай есеп құрастырылуымыз керекпіз. Кәне ойланып көрейік. Марат қарындастары мен анасына 221 теңгеден тұратын 3 сыйлық және 106 теңге тұратын раушан гүлін алды. Марат сыйлықтар мен гүлге қанша теңге жұмсады? Ал енді өрнектің мәнін дұрыс тапсаңдар, 769 теңге шықты. Демек, жауабы 769 теңге жұмсады. Ал енді балалар, ендігі кезекте теңдеуді шығарып көрейік. 45 пен Y-тің бөліндісі 72 мен 8 сандарының бөліндісіне тең. Әрі қарай сәл ғана ойлансақ, шығады. Демек, балалар, 45-тің Y-ге бөліндісі 9-ға тең. Ал Y-ті табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. Сонда Y 5-ге тең. Демек, 45-тің 5-ге бөліндісі 72-нің 8-ге бөліндісіне тең. Яғни 9 тең 9-ға. Балалар, келесі тапсырма мәтіндік есептер. Қане, кестені бірге толтырайық. Бірінші, екінші, үшінші сынып оқушылары бір апта бойы аналарына сыйлау үшін әшекейлер жасады. Әрбір сынып өздерінің жасаған әшекейлерін санады. Олардың әр күнде бәрі бірге неше әшекей жасағанын тиімді есептеуге тырыс. Балалар, тиімді есептеді деп ойлаймын. Демек, бірінші күнгі әшекейлерді санау үшін бірінші сынып, үшінші сынып, екінші сынып оқушыларын жасаған әшекейлерін қосамыз. Демек, 25 қосу 15 қосу 17 тең 57. Ал екінші күні 36 қосу 34 қосу 17 тең 87. Ал үшінші күні 58 қосу 12 қосу 34 тең 104. Төртінші күні 39 қосу 11 қосу 25 тең 75.
Ал 5-ші күні 23 қосу 17 қосу 56 тең 96. Ал 6-ші күні 27 қосу 13 қосу 18 тең 58. Ал енді сандар қатарын сақтап, заңдылықты анықтап көрейік. Әрбір берілген жолға мұқият қарасаң, заңдылықты анықтау қиын емес. Сонымен болар, бірінші жолдағы сандар қатары 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 сандарын құрайды. Ал екінші қатардағы сандар 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15-ті құрайды. Үшінші сандар қатары 39, 35, 31, 27, 23, 19, 15 сандарын құрайды. Жарайсыңдар балалар, сендер де менімен бірге дұрыс жазды деген ойдамын. Ал балалар, енді баға, сан, құн туралы берілген есепті шығара аламыз ба? Анасы дүкеннен 130 теңгеден 4 килограмм картоп және 150 теңгеден 3 килограмм сәбіз сатып алды. Анасы қанша теңге жұмсады? Қане ойланайық, бірінші нені тауып аламыз? Екінші нені тауып аламыз? Бірінші картоптың құнын табамыз. Картоптың құнын табу үшін баға мен санын көбейтеміз. Демек 130-ті 4-ке көбейтсек, картоптың құны 520 теңге. Ал сәбіздің құнын табуда қиын емес. 150-ді 3-ке көбейтеміз, 450 теңге. Ал сәбіз бен картопқа қанша кеткенін табу үшін 520-ға 450-ді қосамыз, сонда 970 теңге. Ал жауабы анасы 970 теңге жұмсады. Жарайсыңдар. Ал балалар, енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта қандай тапсырмалар орындадық? Есепті теңдеу құру арқылы шығару есіңде қалды ма? Бүгін қандай мақал оқыдық? Ол сенің есіңде қалды деп ойлаймын. Ал бекітуге арналған жаттығуды өз бетіңше орындап көр. Анасы 2 литрлік алма шырынынан 14 қорап, ал өрік шырынын одан 4 есе кем сатып алды. Анасы барлығы неше литр шырын сатып алды? Бірінші алма шырынының санын тауып ал, екінші өрік шырынының санын тауып ал, содан соң барлық шырынның санын тап. Жарайсыңдар балалар, менімен бірге тапсырманың барлығын мұқият орындады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.